Алматыда жастар көкпар лигасы аясында көкпардан жарыс өтті. Биылғы доданың артықшылығы сол. Бұл жолы тек 17-20 жас аралығындағы көкпаршылардан құралған командалар қатысты. Көкпарда балуан мен сәйгүліктің бабы жарасса ғана жеңіске жетеді. Команданың мығым бірлігі де қажет. Бұл жолғы сайыста 4 облыстың көкпаршылары бақ сынап, дәстүрлі көкпардың заманауи үлгісін көрсетті. Қатысушылар тартысты ойын көрсетті. Шешуші сында командалық бірлікті көрсеткен Жамбыл облысының Ақтоғай командасы бас бәйгені иеленсе, Қарағандылық Тұранел көкпаршылары 2-ші орыннан көрінді. 3-ші орынға Алматы қаласының Дәукей көкпар клубының палуандары табан тіреді. Ал Түркістан облысының Майлыкен көкпаршылар құрамы байқауда 4-ші орынмен аяқтады. Ойын жақсы болды, мықты деу керек. Жақсы ойын болды. Көкпар атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық спорт түрі. Бүгінде бұл спорт заманауи сипат алып, кеңінен насихатталып жатыр. Қазақ спортының көштен қалмай, дамып, әлемге танылғаны қуантады. Дәстүрді ұмытпай, ұлықтап жүрген спортшылар алдағы уақытта әлемді таң қалдырады деген сенім мол.